Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Барлығымыз білетін витаминдерге өте бай кептірілген жемістер мен жаңғақтардың барлығы базарда килограммен сатылғандықтан беті ашық күйде сатылатынын, ашық күйде тұратынын білеміз. Ал енді соны жемес тұтынбас бұрын біз қалай дұрыс жуып кептіріп алуымыз керек, сол жайлы түсіндіретін боламын. Бірінші кезекте грек жаңғағын алайық. Ең алдымен грек жаңғағын үлкен ыдысқа саламыз және салқын сумен бірнеше қайтара суымыз тазарғанша шаямыз. Тіпті базарда беті жабық түрде тұрғанымен өзінде грек жаңғағының өзі сыртындағы сүйегінен шағып жатқан өзінде шаңы ұшып, ішіне дәнекпен бірге араласып шаң болады. Сондықтан міндетті түрде осылай жуып алғаныңыз дұрыс. Тазалап жуылған жаңғақтарымызды пешіміздің табасына салып, пеште кептіретін боламыз. Ал пешімізді алдын ала 120 градуста қыздырып дайындап қоюымыз керек. Және де кебу уақыты 25-30 минут аралықтарында кебеді. Жаңғақтарымыз пеште кебіп дайын болды. Қарасаңыздар, даусының өзі сақырлап кеуіп тұр. Ешқандай влажный ондай болмайды. Жиналып тұрған күннің өзінде ешқандай көгеру деген болмайды. Кәдімгідей құрғақ жаңғақ сияқты жақсылап кеуіп дайын болды. Келесі кезекте кептірілген мейізді жуамыз. Ол да жаңғақ сияқты салқын сумен біздің мейіздеріміз тазарғанша бірнеше қайтара жақсылап жуып аламыз. Бір айырмашылығы, жаңғақты біз пеште кептірдік қой, ал бұл кептірілген жемістерді біз пеште кептірмейміз. Арнайы құрғақ таза матада, асқаналық матаңыздың, майлығыңыздың бетіне жұқалап жайып кептіріп алатын боласыз. Ал кебу уақыты енді өзіңіз қарап суынан толықтай кепкенін тексеріп көресіз. Шамамен 5-6 сағат аралығын алатын шығар. Ескеретін жағдай, міндетті түрде суыңыз салқын, мұздай су болу керек. Себебі жылы немесе ыстық суды пайдаланып жуатын болсаңыз, жемістеріңіз былжырап, құрамындағы дәндері сумен былжырап шығып кетуі мүмкін. Бәріміз білеміз, кептірілген жемістердің, жаңғақтардың құрамында дәрумендер өте көп кездеседі. Ал егерде сіз базардан алған күйінде ешқандай жумай жей беретін болсаңыз, пайдасынан зияны көп болуы мүмкін. Видеода түсінікті болғандай, кез келген кептірілген жемісті салқын суға тазарғанша жуып, таза матаның бетінде ашық күйінде кептіреміз. Ал жаңғақтарды барлығын тазарғанша салқын сумен жуып, пеште 120 градуста 30-25 минут аралығында кептіріп аласыз. Кепкенін өзіңіз ашып көрсеңіз білініп тұрады. Қатты температурасын көтеріп күйдіріп, немесе ұзақ ұстап күйдіріп жібермеңіз. Өзіңіздің уақыттың кепкеніне байланысты дайын болғанын байқайсыз. Видео ұнаған болса, кәдеңізге жараған болса, мені де қолдап, лайк баса кетіңіз және каналыма видео рецепттер жіберіп алмас үшін тіркеліп алыңыз.